Баршаңызға сәлем достар, өте оңай рецептпен жасалатын осындай әдемі сүп-сүйкімді жұмсақ булочкалардың жасалу жолымен бөлісемін. Өте оңай жасалады, құрамына салмасын салып жасаймыз. Видеоның керекті қызықты сәттерін жібермес үшін видеоны толық соңына дейін қараңыздар. Алдымен дайын ыдысымызға қант саламыз және оның үстіне шым-шым тұз саламыз және де ашытқымызды саламыз. Ашытқы қолданған уақытта міндетті түрде жақсы түрінен қолданыңыздар. Енді құрғақ ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін жұмыртқамызды жарып дайындап алып, осы сұйық күйінде ыдысымызға құямыз және оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майымыз жылы болу қажет, ыссы болмау қажет. Егер ыссы болса, біздің ашытқымызды пісіріп жібереді, сол үшін жылы болу қажет. Содан кейін сүтімізді құямыз, сүтіміз де жылы болу қажет. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсылап бірігу қажет. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Содан соң барлық ұнымызды бірден саламыз. Мен шамамен 600 грамдай ұн салдым. Ұнды салған уақытта міндетті түрде 50 грамды кем қылып салыңыздар. Себебі кейбір ұнның сортына, сапасына байланысты суды өзіне әртүрлі сіңіреді. Соған байланысты 550 грамм салып, содан кейін барып, егер қатты жұмсақ болып жатса, 50 грамды қоса отыра қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымызды осылай жақсылап қолымызбен илейміз. Құрамында ешқандай түйіршік, ірткі қалмау қажет. Барлығы осындай жұмсақ болып бірігіп шығатын болады. Және де осылай столымызға қойып аламыз да, кішкене қолымызбен видеода көрсетілгендей жақсылап қамырдың иін қандырып илеп аламыз. Мінекей осымен қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болып шығу қажет және де кішкене қолымызға жабысып тұру қажет болады. Содан соң кішкене ыдысымызға сұйық май құямыз және қолымызбен осылай жабып шығамыз. Және де дайын қамырымызды ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен немесе қалың сүлгімен жауып, жылы жерге қамырымыз толықтай көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз осылай көтеріледі. Енді бетінде пищевой пленканы немесе сүлгіні аламыз және де осылай ұн сеуіп, қамырымызды ұнның үстіне қоямыз және қамырдың бетіне тағы да кішкентай ұн сеуіп жібереміз және қолымызбен қамырымызды қатты баспай осылай 1-2 илеп жібереміз. Иленген қамырымызды оқтаудың көмегімен шамамен қалыңдығы 1,5 см болатындай қылып, 4 бұрышты қылып қамырымызды жайып аламыз. Мінекей осылай қамырымызды жайып аламыз. Енді ортасына салмасын саламыз. Салмасына мен осындай алманың жемін қолданатын боламын. Егер сізде бұндай болмай жатса, ягодный жем қолдансаңыздар болады. Негізі алманың жемінің орнына ягодный жем қолдансаңыздар өте дәмді болып шығады. Өйткені ягодный жемдер өзі кисло-сладкий болғаннан кейін біздің қамырдың құрамында шекер болғандықтан қатты тәттілігін білдірмейді. Егер ягодный болмай жатса, онда осындай алманың жемін қолдана берсеңіздер болады. Және достар, видео рецепт азда болса ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Апта сайын арнамда осындай ерекше рецепттермен, қарапайым рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Ортасына салмасын салып болған соң, осы видеода көрсетілгендей қылып, бір шетінен бастап, рулет секілді қылып қамырымызды орап шығамыз. Содан соң бізге осындай жіп қажет болады. Біз енді қамырымызды кесетін боламыз. Негізі жіппен кескен өте ыңғайлы, бір тегіс қылып кеседі және тез кесетін болады. Сіздерге де кеңес берем, осылай жіппен кесіп алсаңыздар, өте оңай кесілетін болады. Содан кейін бетін мешокпен немесе пищевой пленкамен жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз тағы да көтеріледі, мінекей осылай. Содан соң бетін ашып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай булочкаларымызды пісіріп аламыз. Мінекей достар, булочкаларымыз тағы да көтеріліп, осындай әдемі болып пісіп шығатын болады. Шамамен менде 25 минутта осындай толықтай пісіп шықты. Негізінде қатты пісірудің қажеті жоқ, қатты қызартып.
румяный түске енген кезде толықтай біздің булочкаларымыз пісетін болады. Өте дәмді болып шығады, салмасы өте әдемі болып жылтырап осындай жұмсақ болып шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Жасау жолы өте оңай, осындай жұмсақ болып шығатын болады. Рецепт ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.